Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетіне жасалған ресми сапар аясында Сеул ұлттық университетінің халықаралық ауыл шаруашылығы технологиялары жоғары мектебінің делегациясы су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің базасында орналасқан Smart маман оқу орталығына барды. Бұл орталық су саласы мамандарын тәжірибелік даярлауға арналған заманауи алаң болып табылады. Біз үшін осы оқу орталығына келіп, оның жұмысымен танысу үлкен мәртебе. Зертханалардың заманауи жабдықталуы мен студенттердің тәжірибелік даярлығына ерекше көңіл бөлінетіні бізге үлкен әсер қалдырды. Осындай тәсіл білікті әрі бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға мүмкіндік береді. Екі университет арасындағы ынтымақтастық алдағы уақытта да нығая түсетініне сенімдіміз. Тәжірибе алмасу, бірлескен білім беру және ғылыми жобаларды жүзеге асыру екі тарап үшін де тиімді болып, су шаруашылығы саласына жоғары білікті мамандар даярлауға өз үлесін қосады деп сенеміз. Оқу орталығында делегация мүшелеріне заманауи оқу тәжірибелік база, мамандандырылған зертханалар және болашақ мамандардың су ресурстары мен сумен жабдықтау саласында тәжірибелік дағдыларды меңгеруіне жасалған жағдайлар таныстырылды. Құбырлар, задвижкалар құбырлар. Сонымен қатар, қонақтар су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мұражайын аралап, кәсіпорынның қалыптасу тарихымен, Қазақстанның су шаруашылығы саласын дамытуға қосқан үлесімен және өңірдегі сумен жабдықтау жүйелерін жаңғыртудың негізгі кезеңдерімен танысты. Бұл сапар халықаралық ынтымақтастықты нығайтуға және жоғары білікті мамандарды даярлау саласындағы әріптестікті дамытуға бағытталған маңызды қадам болды.